ендеше балалар, бүгін біз айттық, жаңа ғана айтып кеттік. Тағамдардың өзі нешеге бөлінеді дедік? Екіге бөлінеді. Яғни пайдалы тағамдар және зиянды тағамдар. Ендеше мына жерге келіп, мына жаққа пайдалы тағамдарды, мына бетке зиянды тағамдарды орналастыруымыз керек. Қазір маған айсұлтан шығарда, мына доманың ішіне бір зат алады. Кәне келіп, тез-тез жүгіріп келеміз. Айсұлтан, бір зат аламыз кәне. Ой, не екен Айсұлтан бұл? Қымыз. Не екен? Шұбат. Шұбат екен. Шұбат пайдалы ма Айсұлтан? Иә. Ендеше қай жаққа қоямыз пайдалы тағамды? Өте жақсы. Келесі маған шығады. Рамазан жүгіріп келеді. Тез Рамазан. Алға тез Рамазан. Не шықты О, не шықты балалар? Чипси. Тұра тұра, тыныш отырамыз. Айсұлтан, чипси пайдалы ма, зиянды ма? Зиянды. Зиянды. Ендеше қай жағына